Бәріңе сәлем достар, сендермен бірге мен Айшоқ достар. Бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Чо там қалайсыңдар? Короче достар, қош келдіңдер видеоға. Я, бүгінгі видеода біз деген достар превьюдан көрген шығарсыңдар, яғни превьюдан да және де осы видеодан да көріп тұрған шығарсыңдар да. Бүгінгі видеода не болатын? Бүгінгі видеода мен деген судың ішіне үй салатын боламын. Короче, новый мир создать еттім. И как раз мына судың қасында создать етілген екен новый мир достар. Сондықтан мен қазір енді осы судың ішіне үй салатын боламын. Сендер лайктарын бас, ардамызға тіркеліп достар. Осы каналға да 100 000 подписчикқа жеткізіп, күміс кнопканың екіншісін алайық достар. Бұйыртса екінші күміс кнопкамызды алайық. Так что давайте осы каналға тіркеліп кетейік, өйткені осы каналда срочно тіркелу керек достар. В общем, видеомыз басайық достар. Значит, маған деген не керек? Маған зелье ночного зрения керек достар. Бірінші очередь, өйткені судың астында үй салған үшін бұл деген өте маңызды заттардың бірі достар. Осы жаққа әкелем да. Давайте достар, осы жерлерге еба терең ғой. Давайте достар, ладно, осы жерлерге сала берейік. Қатты терең емес істеу жерлеріне сала берейік достар. Өйткені қатты терең жер по идее керек емес достар. Судың ішіне достар қандай үй салуға болады? Судың ішіне мен деген как обычный. Так, белый бетоннан салсам бекен достар. Я белый бетоннан салайын. Так, судың ішіне үйді осылай саламыз достар. Короче, судың ішіне үй салуға идея алсаңдар болады. Менен достар, в общем, мен деген үй салам. Судың ішіне үйді, так, хоппа дыр не қашын жылыстам. Үйді қатты үлкен қылмаймыз достар, наверное. Үйді кішірек бір үй салатын шығар достар. Себебі қатты үлкен қылуға достар особо желание жоқ. Үйімді қатты үлкен қылып отыруға оған еще уақыт кетеді. Мынау деген достар ішінде кішкентай қалыпты да вроде. Кровать тұрады, компьютер тұрады, кухня тұрады. По идее достар, мынау кішкентай достар. Кәдімде үлкен қылып диван салып, кәдімгі дерзкі үй салайыншы достар. Ё-моё, судың астына салып отқаннан кейін, ақыры судың астына салғаннан кейін достар, әдемі вообще четко қылып салып қою керек қой үйді достар. Короче, неха бүйтеміз. Хоппа нехтан бүйтеміз. Хоп. Оппа. И вот осылай істейміз достар. Так, сендерге көздерімге ыңғайсыз отқан шығар да достар. Нехта судың астында жүріп үй салған деген маған өте қатты ыңғайсыз отыр. Так, нехта бір пол тұрса, нехта терезе и нехта үстінде болады достар. Осынша блок көтереміз сонда үстінде, яғни достар. В общем, осылай есептеп алсаңдар достар, жақсы шығады. Сендердің үйлерінің биіктіктері андай, короче, дерс көп шығады үйлерінің биіктігі. Сөзбен мән бермеңдерші достар. Сөз мынандай біртүрлі болып басқаша мұрнымнан мыңғырлап шығып жатыр достар. Мән бермей қойыңдар, өйткені мен деген ауырып жүрмін достар, кішкене суық тигізіп алдым. Соның үшін мен сөйлеген сөздеріме мән бермей қойыңдар. И суық тигізіп тұрып ауырып тұрсам да достар, и мен сендер үшін арнап видео түсіріп отырмын ауырып тұрсам да достар. Так что осыны бағалап лайктарын басып отырыңдар. Мен деген неха бит заттарын сала берейін. Хоп неха бір комната сияқты бір бәле қосып қойдым неха достар. Енді достар, маған не істеу керек? Давайте бүйтейінші. Ё-моё, болмай кетті атошы. Үстінде 251 қателеспесем мынаның блогы, 251. Все, жауып тастайыншы достар, полностью. А то мынау үйдің ішіне қазір губка қойып, үйдің ішін губкамен әдемілеп істеген дұрыс негізі достар. Өйткені қазір деген видеода да көздерің ауырып келеді. Судың астында отыра беріп достар, өз деген ұнамай барады. Судың астында отыра берген маған. Сол үшін неқтің бәрін жауып тастайын да достар. И қазір басынан бастап салатын боламын. Так, хоппа неқтардың бәрін полностью жауып тастау керек бізге. Хоппа. И неқтарды хоппа деймін да. И полды жауып тастау керек маған достар. Полды мен деген достар, пока что осы ақпен жабам. Пока что ақпен жабам достар. Бәрін одан кейін барып өзгертетін боламын осылар достар. Міне и потологында әппақ қылып жауып тастай салайыншы достар. А то деген мынау болмай кетті, а то бүйтпесем достар, білесіңдер ме? И сосын губка бар еді. Губка неқтан губкамен достар бәрін алып алу керек. Хоппа. Ей, алын, тез бол. Хоп. Губкаға толтырып қойып тастаймыз достар. Губкамен судың бәрін алып тастау керек. Бір жер ашық па, неменеге су кетпей жатыр достар. Сулар деген бір жер ашық сияқты ше негізі. Бірақ қай жер ашық білмеймін. Жоқ, кетіп жатыр, жаймен кетіп жатыр екен достар. Так, хоппа деп неқтарды да бүйтеміз. Губканың үстіне губкаларды қойып кәдімгідей деген теріс қылып осылай бәрін істейміз достар. Хоппа. Полын істеп аламыз достар. И неқтарды жоғалтшы сен. Че достар, енді үйдің іші жақсы достар. Үйдің ішінен енді губкаларды ала беруге болады. Бірақ енді достар, үйдің ішінен бойынан су тамып тұрады енді. Бірақ ол деген ештеңеге бізге мешать етпейді деген ойдамын. Өйткені үйімізді енді губкаларды тазалап тастау керек бізге достар. Губкаларды полностью тазалап тастаймыз да. Үйдің ішін достар, үйдің ішін бойынан әдемілейміз. Любой жерден достар бізге су кіріп кетуі мүмкін. По идее үйдің ішіне терезе істемегенімізде дұрыс болатын сияқты достар. Себебі мынаны қараңдар, бірақ бір жаманы достар, бір минусы төбеден осылай су тамып тұрады. Так, губка қойсам тамам екен су. Опа.
Тамам ма губкадан? Жо достар, губкадан тамбайтын сияқты да? Или тамам екен? Білмедім ал достар, тамам ма тамбай ма? Білмей тұрмын достар, енді қойсам ба қоймасам ба деп ойланып тұрмын достар. Хотя достар, білесіңдер ма? Губканы қойсам қояйын достар, себебі үйдің іші су болып жатқанша лучше губка болып тұрған жақсы емес па, дұрыс па? Сол үшін мен деген неға губкаға қойып қоямын достар. Губканы бізде 19 ба, сет, хопа, сет 19. Все, ойбай. Не жазып жүрмін, 79 деп жүріппін ғой. 19 достар, 19. Бізге неқта губка достар, мына су тамызбай ұстайды. Все болды достар. Все достар, все. Енді бізге мынаның бәрін сындырып салу керек. FPS что-то неге аз болып тұр? Жо аз емес екен. 200 FPS екен, что-то аз сияқты көрініп қалды да достар. Енді кезекте бізге достар терезе істеу керек. Мен терезені достар кәдімгідей неқтан аламын да бүйтіп панорамный терезе істегім келіп тұр. Неқтан достар судың астынан бізді себеп ешкім көрмейді, сондықтан былай панорамный терезе істегім келіп тұр. Бәрі четко болу үшін неқтан қарап тұрасың, не болып жатқанын. Все, чё почем дерзко. Осы бір терезе по идее жетеді достар. Или болмаса неқтан былай хоппада осылай істеп тастауға болады. Хоппада былайға екінші терезеден істеуге болады. Все осылай. Хотя достар білесіңдер ма? Осылай екі терезе істеп қойсам, неха достар, так. Осылай екі терезе тұрса, осылай екі терезе тұра берсін. Неха былайынан бүйтіп бір терезе істеп қоямыз. Все достар, неқта достар терезе керек емес деген ойдамын. Енді достар бізге үйдің ішін істеу керек. Үйдің ішіне бірінші очередь достар бізге жарық керек. Яғни достар полностью бірінші очередь былайынан үйдің ішін жарық қойып шығамыз былайынан. Так, су тамбамақтан анықтан тамбайды деген ойдамын. Полностью осылай жарықтан ұрып шығамыз үйдің ішіне. Хопа. Так, басқа қайқа қойға болады достар жарықтарды. Ортаға қояқ былай бүйтіп. Неқа жарықтарды қойып шығамыз достар. Свет достар біздің үйде освещение главный маңызды нәрсе сол освещение достар. Так что мен деген былай освещениені толтырып қойғым келіп тұр достар. И және толтырып қоямын да. И достар енді маған вроде сүт шебер неқтан деген қорғана беруге болады деген ойдамын. Все достар, вообще четко болып кетті. Неқа жердің астына тағы бір қойып қойсам вообще дерзко болады. Үйдің іші жарықтығы достар. Хопа. Неха байнан қоямын достар, неха байнан қоямын. Все, вроде нормально достар, нормально. Енді маған үйдің ішін істеу керек. Мынау бізде, конечно достар, неқта мен спальнейм болады достар. Әдеге осы үшін бөліп қойдым нәбетті. Спальней және де видео түсіретін зона болатын шығар, наверное достар. Немесе көреміз қазір. Вот осы яқ менде спальный жататын жер болды достар. Бірінші жер, давайте осы спальнейді істейік. Осы спальнеймен жұмыс жасайық достар. Так, маған не керек? Маған кровать керек достар. Кроватьты мен қайдан аламын достар? Кроватьты осы модтан аламын достар. Так, судың асты болғаннан кейін достар осындай бір көк түсті стильмен жасағым келіп тұр. Мен бөлмемді көк түсті стильмен жасап, дерзкіп жасап қоймаймыз ба достар, дұрыс па? Хопа, мынаны аламыз достар. Так, ортаға байнан бүйтіп қойсам, ровно ортаға тұрам екен. Или хотя былай қойайын ба достар? Үй қойып қойсам, үй қойсам вообще дерзкі сияқты, что-то өзіме осылай қойған более-менее ұнап тұр. Неқа рабочий сол қоямын да. А вот неқтарға достар, киім қыстыратын жер, киімімізді қойып қоятын жер қоям. Неқа төбеге сындыру керек па не? Опа, все, неқа, а вот төбеге достар уже аяқ киім қойып қоя салуға болады. Осылай. Все, киім салатын жерім дайын уже достар, киім салатын жер дайын. Енді маған будильник бар еді, осы модтардың арасында достар будильникті қойып қою керек. Будильник анау дейтін темалар бар еді, қазір тауып алайын достар. Вот осының ішінде. Вот бізде будильник судың стилімен болған ке, судың стиліндегі түспен аламыз достар, конечно. И бізге мынандай свет керек. Синий свет. Одан кейін ойбай. Опа, неқа қойсам, қойылмай ма не? Ей, қойылу керек қой достар. Неқа қойылмайды. Бетінші достар, қазір күтетін. Банана баламды. Ми ғой, ми достар. Ми жасату керек осындай кездерде. Хопты, болсын, болды, все четко болады. И достар, бізге телевизор істеу керек. Ол телевизор мен деген мына модтан алам. ДК Крафт модында дерзкі телевизорлар по идее достар. Осы модтағы телевизорлар өзіме қатты ұнайды достар. Давайте өзім комнатама былайынан простой телевизор қойып қойсайын достар. Осы жаққа қатты мықты телевизор керек емес. Неяқ достар уже суланып кетіпті достар. Неяқтың губкасы хоппа неяқ ауыстырамыз. И достар неяқ бізде енді рабочий столымыз керек достар. Яғни видео түсіретін орнымыз керек. Сендерге арнап отырып видео түсіретін орным. Оны мен достар кварцтан жасайым. Кварцевый диск вот деген ойдам.
осылайынан ұзын стол жасайыншы достар бұл жолы. Потом менің деген компьютерім осы жақта тұратын болса, так компьютерімді алайын достар, компьютерді аламыз достар, былай бетінен аламыз. 3 монитор тұрсын достар, неге болмасқа достар, 3 монитор тұрсын. Вообще бұл жолы мен компьютерный столымды достар вообще четко диск қылып істегім келіп тұр достар, білесіңдер ме? 3 монитор қойып как штык қылдыр, вообще баяғыдағыдай қылыпшы, вообще четкий қылып істегім келіп тұр. Камерасын қойып бәрін дерскі қылдырып тастап достар, неха деген. Хоппа деп ендігі кезекте бізге кресло қою керек достар. Креслоны оранжевый креслодан шаршап кеттім, өзімде де шыны бір артында оранжевый кресло. Сондықтан андай көк түсті кресло аламыз достар. Көк түсті қылып ротор аламыз достар. Бәрін кәдімгідей бір стилде істейміз достар. Хоппа, потом роторымыз достар тура компьютер үстіне қойып қояйын. И және маған бір ноут керек достар. Өзімнің баяғыда осындай ноутбугым болған еді, осындай сияқты осы бір ноутбукта қойып қоя салайын. Болды вообще достар, дерскі болды, былайынан кеп алып видео түсіретін зона болды, мына жақта деген. Отырып алып видео түсіремін, задний фонда енді болады достар, задний фон енді болады. Так, енді маған білесіңдер ме достар, бізге енді кухня істеу керек, кухня және де зат қылу керек бізге. Кухня, сосын нетіне атын chill zone істеу керек, отыратын жер істеу керек, яғни достар. Кухня менде достар, мына жақта болсын. Так, кухня моды бар еді менде. Так, кухня модын аламыз да. Кухня жасап түсу керек бізге тез қылып достар. Кухня бәрін дерс қылып істейміз да. Потом бізге достар ана затты істеу керек. Қалай аталатын еді, отырып демалатын жер істеу керек бізге. Сосын достар вот осылайынан заттар алам да. Потом неха раковина қоям. Потом неха бір шкаф, неха газ плита, неха деген обычный заты бар еді достар. Бұлардың вот обычный затын қоямыз. Неха байынан бұрышын, неха тағы бір шкаф и неха холодильник қоям да. Вот алдынан үстіне достар уже осындай заттарды басамыз достар. И неха байынан бит блок қойып қоя салсам болады. Болады емес, болады достар, я. Вот осы жағынан алып былай шайнақ қойып қояйын, все. Уже бізде деген мынандай зетіміз дайын болып қалды. Короче, осылайын дайындап қойдық достар. Осылайынан енді бір так отыратын жер істемедім достар. Айтпақшы, мен отыратын жерімді ұмытып кетіппін. Бұл жерге достар білесіңдер ме, бір осындай мынандай жер болғаннан кейін осындай бір домалақ стильде қойған дұрыс сияқты деп ойлаймын. Осылайын домалақ қоямыз да. И chill зона істеу керек. Енді достар бізге chill зона аквариум қойға болады достар. Вот аквариум қойға болады. Потом бізге мындай chill зона аламыз. Потом бізде осындай диван алайын достар. И кітаптар бар еді. Кітаптар алсам, кітаптар алайын. Или керек емес пе екен кітаптар достар. Ладно, қазір көреміз, ойланамыз, оның бәрін қоям ба, қоймайын ба. Бұның бәрін ойланам достар әрине. Потом маған достар не керек? Не керек? Так, опа деп осындай заттар алсайын достар, көрейін ал достар, қалай болатын. Неқа бай диван қойсам, потом не жерлерге бай аквариумдар қойып қойсам былай осылай достар. Потом бір кітап сияқты бір нәрсе қойып қою керек, және мына жаққа осындай кітаптың затын қойып қоя салу керек достар. Вообще четко болды достар. Мына істе керек емес сияқты достар. Все, қараңдар. Болды, енді үйіміз дайын, кеп тамақ ішетін жерің бар. Неқта деген отырып алып видео түсіресің, неқта суға қарайсың, әйтеуір анау мынау деген теманың бәрі бар достар. Тамақ ішетін жерің бар. Неқа даже былайдан бет стол қойға болады, бірақ қоймайтын шығармын достар. Короче, осындай болды достар. Судың астындағы үйіміз, видео ұнаса лайктарын басыңдар достар. Судың астындағы үйіміз ұнаса лайктарын басып, арнамызға тіркеліңдер достар. Осы каналға 100 мыңға жеткізіп достар. Вот, қазір көрсетіп жіберейін. Осындай кнопканы достар, екіншісін алайық. Осы каналдан достар, менде неқта қазір кнопкада айшуақ сетқап бар деп тұрма. Осы каналдыкын достар айшуго деп жаздырам да, және де қасына айшуақ сетқап бар деп қосып қоямын достар. Так что, давайте осы каналыма тіркеліп осындай кнопканың екіншісін алайық достар. Сендерге сенемін достар. Видео көргендеріңе рахмет, лайк басып арнамызға тіркеліңдер. Сау болыңдар.